Сергек камерасының қосылуы көпшіліктің бойында үрей тудырған болатын. Бүгін сіздермен бірге қоғамдық коммуникация орталығының журналисі мен Аружан Мұхитқызы жедел басқару орталығында бейбіт күннің батырларының жұмыстарын бірге көретін боламыз. Бүгінгі күннің жұмысының қыр-сырын, мән-жайын түсіну мақсатында бүгін арнайы киім үлгісін киген болатынбыз. Ал ендеше бүгін погонды журналистке жедел басқару орталығының аға инспекторы Елдос Оразғалиұлы барлық ақпаратты, яғни бір күндік қызметті бізге түсіндіретін болады. Әзірге Ақтау қаласы бойынша бізде күнделікті қызметіміз үздіксіз қызмет жүргізіп жатыр. Бейнебақылау қызметі бойынша Ақтау қаласы бойынша 697 бейнебақылау камералары жұмыс жасап жатыр. Әкімшілік құқық бұзушылықтың және қылмыстың алдын алу бойынша. Бұның бәрі әрине бейнебақылау қызметкерінің қатысуымен өткізіледі. Және де бізде 132 сергек бағдарламасы, зияткерлік бағдарламасы арқылы 132 кабине камералар және де 536 автоматты түрде әкімшілік құқық бұзушылықты анықтайтын камералар жұмыс жасап жатыр. Енді жұмысқа барысына келетін болсақ, әрбір оператордың орнына барып, сол жерде түсіндірсек болады. Бұл бізде автоматты жүйеде жұмыс жасап жатыр, яғни әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталып жатыр. Сол бойынша бізде бейнебақылау қызметі бойынша бізде әрбір инспектор өзі операторский орынға жақындап, өзіне авторизация етіліп, өзінің атынан пароль логин арқылы ашады. Яғни қазір уақытта көріп тұрғанымыз ГИС, яғни Ақтау қаласының картасы орнатылған. Осы бойынша сергек құрылғысы арқылы біздің Ақтау қаласында қай маңайларда орнатылғанын көре аламыз камералардан. Яғни қылмыстың орын алып жатқан жағдайда осы камералар арқылы анықтап ашуға болады. Енді әрбір камераны басамыз, өзімізге керек камераны ашып қарай аламыз осылай. Архив қарай аламыз, және де керекті ақпараттарды қараймыз. Көріп тұрсыз, автоматты түрде жүйе жұмыс жасап тұр қазір уақытта. Сұңқар 5 қара түсті Мерседес автокөлігі 137 мемлекеттік белгісі қауіпсіздік белгілерін тақпаған. Айтылған нұсқаманы қабылданды. Жедел басқару орталығында бірнеше бөлім жұмыс істейді. Оған 102 желісі бойынша қоңыраулардың қабылдануы және осы қоңырауларға жедел әрекет ету жатады. 102 мен 2000 тағдыр тәлкегіне түскен тұрмыстық зорлық-зомбылыққа душар болған, жол көлік оқиғасына киліккен азаматтардың барлығы қоңырау шалады. Қиын-қыстау мезетте адамның тағдыры шешілетін бөлімде осы. 102 операторының әрқайсының өзіне тіркелген, өзінің кіретін аты жөні болады, әрбір инспектордың, әрбір оператордың. Сол бойынша ЗС1 карточкасына хабарламалар тіркелетін болады. Әртүрлі хабарламалардың өзінің сатылары бар, әртүрлі дәрежелері бар. Сол бойынша өзінің позициялары арқылы ұрылады. Содан және де тек қана 102 ЗС1 карточкасы емес, және де бізде Omni-каналыз қызмет атқаруда, ол бойынша да хабарламалар келіп тіркеледі. Және де қоғамдық орындарда орнатылған SOS батырмалары бойынша жұмыс жасайды 102 операторлар. Кез келген тұрғын хабарласа, алдымен аты жөнін, мекен-жайын, одан кейін оқиға бойынша анық-қанығын сұрайды. Сөйлесуге 5 минут қана уақыт беріледі. 5 минутта тұрғынның шағымы бойынша барлық мәліметті тіркеп үлгеру керек. Анықталған мәліметтердің барлығын сол мезетте карточкаға тіркеп, инспекторларға жолдайды. Одан кейін инспекторлар патрульдік экипаж жібереді. Дәл осылай операторларға күнделікті мыңдаған хабарлама түседі. Полиция қызметкері болу оңай емес. Оны бүгін тыныштығымыздың күзетшісі, тәртіп сақшыларының қым-қуыт тірлігімен танысқаннан кейін ғана түсініп жатырмыз. Өзінің өмірімен қатар, өзгенің өміріне де жауапкершілікті қатар алып жүретін қиын тұстары мол сала. Полиция қызметкері болу үшін білім де, білік те, білек те керек. Сабыр, төзім және қажыр қайрат қажет. Шапшаңдық пен жылдамдық, тез шешім қабылдап, жылдам әрекет ете білу қабілеті полицейге қажетті басты қасиеттердің қатарында. Ал енді бүгінгі күнде өз мәресіне жетті. Бізге барлығын түсіндіріп, барлық ақпаратты берген Елдос мырзаға алғысымызды айтамыз. Сізге тек қана шығармашылық табыс және сәттілік тілейміз. Сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, бүгінге осы. Қош, сау болыңыздар.